Сәлем достар, бүгін Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. 1,5 сағатқа созылған отырыста не айтылмады десеңші. Бір дүние ғана түсінікті, Тоқаев өте ашулы. Және 2 аптадан кейін жағдай өзгермесе, қазір үкімет ары қарай осы ұжымда жұмыс жалғастырмауы мүмкін. Намек түсінбесеңіз, тіке айтайын. 2 аптадан кейін кейбір министрлер мен әкімдер жұмыссыз қалуы мүмкін. Сіздің ойыңызша олар кімдер? Комментарийге жазыңыздар. Кімдікі дұрыс болып шыққанын көреміз. Ал біз бастаймыз. Үкіметтің кеңейтілген отырысында Тоқаев бұрын соңды болмаған дүние айтты. Енді коронавирустың пандемиясы кезінде кейбір министрлер мен әкімдер денсаулық сақтау министрлігінің жаңа басшысы Алексей Цойдың алдында жауапты болады. Қысқаша айтқанда, фактически Алексей Цой үкіметтегі басты адам болып отыр. Не үшін? Себебі айтылып жатқан карантин шаралары мен пандемия кезінде халықты қолдау шаралары жөнді орындалмай жатыр. Дәрі-дәрмек мәселесі шешілсін деп ақша бөлінді ма? Бөлінді. Ауруханаларда жатын орын жетіспеушілігін шешу керек деді ма? Деді. Экономикамызда пайда болған жыртықты жамау керек делінді ме? Делінді. Бұл проблемаларды шешу механизмдері де айтылды. Орындай алмай жатыр ма? Факт. Ашуланатындай бар. Бұл мәселе 2 апта ішінде шешілмесе, Қасым-Жомарт Тоқаев біраз адамды жұмыссыз қалдырам деп қорқытып қойды. Мүмкін сол шығар бізге керегі. Жұмыс жүрмесе, қамшымен жүргізу керек шығар. Онымен қоса шенеуніктерге отпуск, демалыс деген дүниелерді ұмытуды талап етті. Қысқасы, мынандай заманда қайдағы демалыс деп тұр. Менің ойымша айтылған басты тезис ол шетелдіктерге жер сатылмайды. Бұл сұраққа қайта оралмаймыз, дейді Тоқаев. Мына сөздерді ашумен айтқанына қарағанда, Тоқаев YouTube'тағы адамдардың комментарийлерін оқып жүрген сияқты. Себебі қазіргі қазақстандық әлеуметтік желілердің топ бірінші комментарийі жер сатылмасын. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, сауда сақал сипағанша. Ауруын жасырған ажалсыз өледі. Тоқаев еліміздегі шенеуніктердің басына бұл мақалды құйып берген болар. Браво! Оның ішінде СК Фармация компаниясының бәсекеге қабілетсіз болуы. Президент компанияға жаңа білікті мамандар алуды тапсырды. Шетелден келетін дәрі-дәрмекке қарап отырмай, өзімізден дәрі шығаратын кез келді. Бұл сөздерін аяқтағаннан кейін намыстарың бар ма деп үкімет мүшелерінен бір сұрады. Прямой эфир болғанда ғой түрлерін көретін. Бұндай ауыр сөздерден кейін шұғыл видео салмауға болмады. Не істейміз? 2 апта күтейік, кімнің басынан бөрік, кімнің астынан ер тоқым кететінін көреміз. Комментарийге өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Бастысы, каналға жазылуды ұмытпа. Індеттен аман болыңыз. Бәрі жақсы болады. Рахмет.